Албайын Слапке, сізге сөз бердік. Сіз енді Масқапта жүрдіңіз, арабша оқыдыңыз, мешітте жүрдіңіз жастайынан. 40 жасың 40-қа толмай, иә? Бас орамал кие бастадың, енді менен бұрын бастадың. Сол кездегі енді Алла деп жетіп қой. Қазіргі мына уақытта мен сол кездегі өзгеріс бар ма? Сол кезде сен осы қазір уақытты қалай түсінер едің сол кезде осы жол кесе? Бисмиллахиррахманиррахим. Бүгінгі шақта енді біз мынау ата жолда келдік. Келгенде ізденіп келдік қой. Алдында 2005 жылы осы енді әулие аралап ата жолын Қыдырәліні сол ағамен сол кісінің жолында болдық. Сосын ол кісі енді ана дүниеге кеткесін Тоқберген ағаны кездестіріп телеканалдан сол енді осы кісіге келіп мына жолда енді 4 жыл кетті жүрміз. Қағидаларды орындап қазақ болайық деп бас киім етектерімізді ұзартып жолда маған келім айтады, сіздер дәрі ішпейсіздер, маған айтады, сіздер дәрі ішпейсіздер. Бізде енді өзінің ата-енесін айтады, мен әке-шешем дәрі ішеді. Мен ата жолында құлшылығымыз бар, зиратымыз бар. Бірінші тазалық, өзіміз нетіп жатырмыз, тежеп жатырмыз қазір. Ораза, 40 күн ораза ұстадық, енді бейсенбі жұма ораза ұстаймыз. Енді мынау сол арқылы біз енді дәрі ішуге тырысамыз, дәрі ішпейміз, соған келмейді солай маған. Не үшін дәрі ішпегенімізге? Байқап жатыр ғой. Тұмаумен де ауырмаймыз қазір, шүкір тәуба Алла тіл көзден сақтасын. Сондықтан енді бұрын енді арабша оқыдым, Құрандыра оқуға өттің ғой. Өттім, но менде ол кезде менде денсаулығыма пайда болған жоқ. Содан кейін осы мен ата жолын бірге жүргіздім. Ата жолына барып келем, әулие аралап келем. Сосын келгеннен кейін жақсы болам. Мешітке келіп қыздарға айтамын ғой, ой, ол не, қайда бардың, ол не, дұрыс емес деп енді маған апайлар, өзімнің намазхандар. Сосын оларға арыстан бабаның суын ішкізем, ол кезде олар имамның өзі ішеді, түсінбейді не шу екенін, мына қасиетті су ішіңіздер деп енді ас берген сол жерде, Құдай ас береміз. Мешіт таза жерде мешітке апарып береміз, ол кезде мешітте ас беріп жүрдік. Мен сол 37 жасында осы Құран Фатиха 5 сүрені жаттап, сосын намазға сол жыла бастадым енді. Енді айқыншылығы жер мен көктей, ата жолының. Бұл жерде енді өзіңді өзің тану, өзіңді өзің тәрбиелеу, енді сол арқылы енді өзіміздің отбасымызға енді шығып жатырмыз, бала шағаларымызға, немерелерімізге сол осы ата жолын, ата әжелерімізді көріп, сол енді қазір қол өнермен жалғастырып жатырмын. Қол өнермен қол қимылдатса мидасы екен, міне қазір 67 жасқа міне келдік. Енді сол үйде болсам да сол бірдеңе істегім келіп тұрады, сол қолдың. Бұрын ертеде енді оқыдық, жүрдік, тізімге қарамайтын. Бүгін неше бас киім істеп келдің? Кешеден бе үйде отырдың? Кеше 2 күн үйде болдым. Қайнағам келген, соны күтіп, сосын 2 бас киім істедім кеше үйде отырып. Қайнағам 73-ті, ол кісі енді келіп қыдырып келген ғой. Кішкене айтқан уағыздарыма енді бас киім жоқ, шапан жоқ, үйінде бәрі. Үйде киіп келмедіңіз бе? Сосын ол кісі айтады, енді ол кісі Күрсары Керей, мен дейді, бетім жеті атаның бәрін жазған ғой өзім. Сосын мен жазғасын, мен жазғылайшы, мен қайын жұрт қой, мен ертең құрбан шалам, соған енді Құран оқығанда кіргізем деп. Сонда ол кісілер не керек оларға? Баяғыда қайтқан кісілер керек қанша? Әкеміз бар, сол шешеміз бар, соған бағышласа болады дейді. 74 келеді не. Олар керек жоқ, айтпай қойды маған де. Міне қазіргі шалдардың түрі осындай. Масқара. Құдай тасты өзінен дұрсын. Ауыздарында дұрыс сөз жоқ, сондай енді. Таңғалдым.
бірдеңе түсінбейді, тыңдағылар дегенмен де тыңдағым келді, тыңдағысы келген жоқ. Бізден аруақ жетелеп әкелді ғой, шешеңіздің аруақ әкелді. Осы жерде біздің ауылда сол зиратта. Солай енді. Енді мынау келешекті қандай көресің балалардың, егер осы қазір ата жолына соттап нетіп тоқта қойса, не болады келешек жастарымыз? Қазір жастар көбі амандаспайды. Жаңа аялдамын тұрсам, бір-екі бала өтіп барады, мен айтам, амандаспайсың ба? Амансыңдар ма деп. Ой, әже, амансыз ба деп. Телефон ба ойларында. Автобус ұйықтап отырды ғой кеше барғанда. Солай. Иә, міне ол тәрбие, иә. Ата көрмеген, әже көрмеген. Енді жетесіз деп, енді жаңа шалдың өзі 73-те сөйтіп отырса жеті. Енді біз қазақ боламыз деп, қазақ қыламыз деп жүрміз ғой, балаларымызға да, немелерімізге де бастарына киімдер, көйлек киімдер сөйтіп енді тәрбиелеп жатырмыз. Енді оны біз басқа не істеп жатырмыз, басқа ешқандай не істеп жатқан жоқпыз оны. Жақсы, келешек егер тоқталса, онда қазағың жоқ деген сөз, қазақ болмайды деген сөз. Жақсы. Мен де енді қосайын, осы біздің, енді біз топ деп айтпаймыз, біз әлеуметтік жамағатпыз деп айтты, енді әлеуметтік топ деп айтуға болады. Енді біздің ең бірінші қағидамыз киім. Осы киім. Бұл енді ұзын етекпен мен баяғыдан жүрмін, нешесінші жылдан бері. 2006-2007 жылдан бері осы ұзын етекпен басымызды орамал сонымен жүрміз. Енді кимешек кигенімізге мінеки 3 жыл, 4 жылға аяқ басты. Кимешек не кимеске? Мысалы, жасым 60-қа қарады, енді 1 жылда 60-қа толамын, Құдай қаласа. Мысалы, менің киіміме дүкенге барсам, дүкендегі дүкеншілер айтады: ой, әже, сіз сияқты киінсек қой дейді. Мен айтам, мен де киіншейші, мен айтам, сіздің жасыңызға келем, мен сонда киінем дейді. Осын тағы бір қанда: о, әже, саламатсыз ба дейді, жалыңыз қалай дейді. Екінші келіншек айтады: сіз сияқты киінем бір күні дейді. Мен айтам, енді мінеке, сен енді жас келіншек жүр ғой, неке киініп жүр деймін. Жоқ, олай емес дейді, сіз сияқты кимешек кигім келеді дейді. Мен айтам, Құдай қаласа киерсің деймін. Сосын ана жиен қызымды неге апарам, қосымша сабаққа апарам, ол үлкен бір орталық. Ішінде бәлені недері бар, мұғалімдері бар, психологтары бар. Енді мен осы киіммен барам ғой, кимешекпен барам. Сонда олар мені есіктерін ашып: о, апа, саламатсыз ба, жоғары шығыңыз, отырыңыз деп сөйтіп, мен де ол кимешекпен келсем, барлығы осылай. Енді біздің жүретіміз осы ғой, автобуста жүрсек дағы, көшеде жүрсек дағы, барлығы. Бір күні мен кеш қайттым дағы, ана Тұран ресторанмен, сол неде 4 жолдың қиылысында тұрам дағы, бағдаршамнан өтуге. Сонда кешкісінде көліктен басын шығарып бір қыз айтады: әже, сіз менің әжеме ұқсайсыз дейді. Сөйтіп әлгі маған сүйіспеншілігімен солай маған құшақтағысы келіп тұр дағы, енді бірақ көлікпен өтіп жатыр. Бәрі таңғалып, неге бізге сонда қазір үкімет мына киімге не жасап отыр ма сонда? Киінбеңдер, ана Европа сияқты жалаңаш үшін. Біз кемпірміз ғой. Енді қысым ғой осы, мына келіп атқан, тексеріп атқан сол үшін ғой. Сонда біз өзіміз, менің әжем кимешек киген. Мұны мен кимешегім қысқа ғана ғой, ол менің әжем осында мен сияқты 60 жасында, мен енді 50-60-қа қарағанда, иә, менің жасымда, ол кісі 72-ге келіп қайтты дағы. Ол кісі ұзын кимешек киетін. Мен өзімді ойлап жүрмін, жазғытамын, мен де ұзын кимешек киемін, өйткені менің де жасым 60-қа келді. Неге кимеске? 2 білезікті мен баяғыдан киемін, мен 2000 жылдан бері 2 білезік киемін, ондан тұрған немесі бар екен. Сондықтан бұл ата жолы маған өте көп нәрселер әкелді. Мысалы, айтып өтсек, жаңағы ол адамдардың қызығатыны, әрине қызығат олар. Ал біріншіден, бұл жерде ең бірінші денсаулық тұр. Мына біз намаз оқысақ дағы, баяғыдағы намаз оқысақ дағы, намаздың қадірін білмей жүр екенбіз. Егер де біз өзіміздің мына оразамызбен намаз оқысақ, ауыз бекітіп жүріп намаз оқысақ, біздің мына істеген істеріміз, мына өзіміздің
істеген тағамдарымыз барлығы бізге өте бір пайдалы, шипалы сондай болып келеді дағы. Ол тағы дағы деп айтуға болады. Ең бірінші сол мына біздің ойлау қабілетіміз, жұртпен араласу, өзіміздің тума туыстарға өнеге бола білу, әже бола білу, бұның барлығы киім арқылы келеді ғой. Мысалы, қазіргі күнде, мінекей қаңтардың бүгін 25-і, менің бала шағам 2 реттен ауырып шықты. Мен әлі бірде ауырған жоқпын деп болып. Неге? Біз өйткені осылай етегіміз ұзын, дәретіміз бар, 5 мезгіл намазымызды оқимыз, Құранымызды ұстаймыз. Енді соны бізге үкімет қайта келмей ме? Неге сендер ауырмайсыңдар деп? Біз қайта эконом жасап жатырмыз. Біз тамақ ішпейміз, таңертең бір шай ішіп, кешке тамағымыз ішіп. Бізде эконом ғой. Соншама бізге тамақ кетіп жатқан жоқ. Бұрынғыдай әлгі жүгіріп мынау әлгі асап жемейміз дағы. Енді ол дағы бар ғой, енді бар болғанмен. Енді бізді басқа елде болса, мысалы, мақтанып, қуанып жүгіруші еді. Осылар осындай ақпарат алып отыр екен. Бұлардың маңдай көзімен неге келіп бізді тексермейді екен? Бұлар неге маңдай көзімен көреді екен? Қай жерден ақпарат алады екен? Қайтып ақпарат алады екен деп. Басқа елде болса қуанар еді. Иә, осыларды көрейікші, неге деп. Ай, бұлар пайғамбармен кездесіп жатыр екен, сәлемдесіп жатыр екен деп қайта қазақ бір-бірін былай көтергеннің орнында бұл жерде тек басып, халықтың санасын ашпау. Егер де ертең барлық Құран оқып кетсе, санасы ашылады, емханаға бармайды. Өйткені ол керек емес, өйткені Құраннан, 50% Құраннан ем шипа аласың. Ол жерде 1000 рухаят бар, емге шипа болатын. Мен өзім статусыма әдейі қоям жұма сайын. Жұрт білсін, пайғамбарымыз туралы білсін, Құранның ішінде қанша аяттар бар екен білсін, өздері оқуға мүмкін қолдарды тимейді, жұмыстан мүмкін. Сөйтіп үкімет бізді, халқымызды, мына келе жатқан ұрпағымызды басып тастағысы келіп тұр. Егер де санасы ашық адамдар туылып жатыр. Бірақ дағы біз арқылы көп адамның санасы оянып, ашылып, өздерінің дегендегі болғанда мен өзімнің бұл құқығым ғой. Былай келгенде кигім келеді ме, мен кимешек кигім келеді. Заңды бұзып отыр ғой сонда. Иә, мен әжем жүрген, шешем емес, мен әжем жүрген, мен әжемді көр, мен әжемнің қызымын ғой. Мен қалай кимешек, ол менің ұлттық киімім. Ұлттық киімді ешкім тартып алмайды, мен кимешегімді ешкім тартып алмайды. Сондықтан егер де мысалы осы Тоқберген ағаға келіп тағы да қандай қысымдар көрсетіп жатыр, оның барлығы түсініксіз. Оның тағы дағы осы жолды жабу, біздің болашағымызға балта шабу. Мен солай есептеймін. Өйткені бұл қазақтар басын көтерсе, баяғыда мен өзімнің атам айтатындың, мына бір менің кемпірдің қызы болғасын, шал кемпірдің арасында жүрем ғой. Сонда бір-бірімен сөйлескенде айтады екен, айтады, ол кезде біз кішкене болсын, 8-9 жаста болып қалдық, Қытайдан дружба деген киімдер әкелетін. Іш киім, сосын бар бір орамалдар болатын, сүлгілер болатын. Сонда Қытайдікі деп сонда айтатын, Қытайлар бір-бірімен сөйлесіп жатыр екен дейді. Сонда бір Қытайға айтыпты, сендер қазақ аз деп оларды басын баяқ қойыңдар. Олардың тірі жүрген, 2 аяқпен тірі жүргендерінен сендер қорықпай қойыңдар. Сендер көміліп жатқан олардың аталарынан қорқыңдар деп. Сөйтіп айтқан мен өзім құлағыммен естігенмін. Мен неге мен өзімнің ата-бабамды Құранға бағыштамаймын? Неге мен өзімнің жеті атамды мен өзім айтпаймын, Құранға қоспаймын? Сонда неге? Ол менің салт дәстүрім, менің ғана салт дәстүрім, менің ата-бабамнан келе жатқан мінекей маған берді ме? Мен де қазір мен балаларыма ашық айтамын. Біздің заманымызда бізге комсомол болдық, біз пионер болдық, бізге 10 кезде болған жоқ рұқсат. Қазір ашық
неге мен әжем құсап, атам құсап, неге мен атам 105-ке келіп қайтты, неге мен намаз оқымаймын, неге мен балаларыма айта алмаймын, сендер Құран оқыңдар, намаз оқыңдар, намазға оқыңдар, қазір дайындалыңдар деп. Мен ашықтан ашық айтамын, мен неге қорқамын, мен Құдайдан ғана қорқамын. Қалған ешқандай да ешкімнен де қорықпаймын мен. Егер де мына жерде Тоқберген ағаны жабамыз, түрмеге жабамыз деп алса, басқа Тоқберген шығады. Бізде ордалар толып жатыр. Біздің әр үйіміз орда, мен үйде де отырып ақпарат ала беремін. Бұл менен келе жатқан, ата бабамнан келе жатқан қасиет болса, бұл неге мен өзімнің шыққанды берген, Алланың берген, Құдайдың берген қасиетін мен оны жауып тастауым керек. Мені түрмеге апарып қойса да, мен маңдай көзімнен ақпарат алып шығара беремін. Онда тұрған неме, онда тұрған ештеңесі де жоқ. Бізде бір орда жабылса, екінші орда ашыла береді. Қазақстан бойынша толып жатыр. Сондықтан мына халқымыз аман болсын. Әрине нәубет келді. Бірақ аман болсын, біздің ұрпағымыз аман болсын, көздері ашық болсын. Өзіміздің салт дәстүрімізді дәріптейік. Мына өзіміздің келе жатқан ата бабамыздан келе жатқан қол өнерін дәріптейік. Мінекей біздің осы Астанада ғана емес, бір цех, екі цех бүкіл Қазақстан бойынша ашылып жатыр. Алматыда да жұмыс істеп жатыр, Өскеменде де жұмыс істеп жатыр. Осы біздің қолымыздан шыққан мына бұйымдарды тек қана Қазақстанның адамдары ғана емес, шетелдіктер де алып жатыр. Мен өзімнен Германияға да жібердім, бір емес екі бұйым жібердім, бас киіммен бірге, осындай кеудешелермен бірге. Бізді қорқытқанмен біз көрпе жамылып жата қалмаймыз. Біз одан сайын алға ұмтыламыз. Алға Қазақстан. Рахмет, жақсы айттың. Бізде департамент, полиция департамент жаңа тергеулер жүргізіп жатыр. Біз енді сұхбат бергеніміз туралы сұрап жатыр. Мына сұхбатты сен бердің бе деп кәдімгі қоңырау шалып сұрады. Мен айттым, мен өз сөзім, өзім осы сұхбатты өзім бердім деп кәдімгідей жазбаша түрде полиция бастығына кәдімгідей жаңа түсініктеме жазып бердім. Телефон арқылы. Олар телефон арқылы маған хабарласты. Сіздің атыңыз Гүлжанат ба деді. Дедім, біз ата жол арқылы Тоқберген Байтасовтың жаңағы жұмыстарын тексеріп жатырмыз. Соған байланысты сіз сұхбат беріпсіз деп. Мен айттым, мен сұхбат бердім деп. Сосын үйге келіп, жаңағы үйге келгенде мен аулама келді. Сол жерде машинаның ішінде отырып, олардың өздерінің көліктерінің ішінде түсініктеме жаздым. Соны ойлап отырмын да, олар неге ондай түсініктеме сұрап жатыр? Бұл жерде әркім құқылы өзінің ойын айтуға. Қаншама халық, мысалы, ата жолына келіп, өзінің жаңағы хикметтерін, жетістіктерін айтып жатыр. Қайта соны зерттемей ме? Мысалы, халық, қиналған халық жаңағы тығырықтан жол тауып, жаңағы жақсылыққа жетіп жатыр, денсаулықтары дұрысталып жатыр. Соны зерттемей ме? Бізді тергеп, жаңағы біздің сөзімізді аңдығанша. Халық ол қалып айтпайды. Мысалы, ата жолын соттағанмен бәрібір халық ертең көтеріледі. Қаншама халық тұр. Бұл ата жолы әлемге түскен жол. Бүкіл әлемге рухани бағдар беретін жол. Сондықтан жаңағы тергеушілер болсын, соттаушылар болсын, ата жолына тосқауыл қоятындарға айтарым, бәрібір олар тосқауыл бізге бола алмайды. Аққа Құдай жақ дейді. Біздің жолымыз ақ, біз тек қана шындықты айтып жатырмыз. Халықты рухани оятып жатырмыз. Соны біздің ел билік түсінсе екен, біз жаңағы санамыз жабылып қалған баяғы түсінік бойынша жаңағы біздің қазақтың жолы ескіліктің жолы деп анау кезінде Петр Первый айтқан ғой, Европаға терезе ашылу керек деп. Сол біздің санамызға кіріп кеткен, бізге бүкіл жаңағы санамызда сатын жаңа Европаның жолы, басқа шетелден солардан үлгі аламыз. Мысалы, заң жазсақ та соларға қарап, олар не істеп жатыр екен, олардың жобасы қалай екен деп, солардың жобасымен жүріп жатырмыз. Былай өзімізде тұрған құндылықты ысырып тастап, жоққа шығарып жатырмыз. Бұл енді масқара ғой. Ертең басқа ел күледі ғой, осы шындық ашылса. Көрмей ме, әлемде қаншама апаттар, соғыс болып жатыр. Россия құлдырап жатыр.
Олар хабарласып жатыр қазір, келіп жатыр әулиелердің басына зираттап. Соны неге ел билік түсініп, жаңағы ата жолын, жаңағы соттың шешімін жойып, бізге жаңағы еркіндік беру керек қой. Соны мен түсінбей отырмын. Қадағаласын, еркіндік берсін, ешкім үкіметке қауіп төндіретіне ешқандай сөз айтып жатқан жоқ. Салт дәстүрге шақырып жатырмыз. Адам бол, киім ки, ұрпағың тәрбиеле деп. Қарамай ма, қаншама қазір отбасында ажырасулар көп. Статистика бойынша 30%, 34-35% ажырасады екен. Мысалы, масқара ғой ол. Енді соны ойламай ма? Жарайды, шетелде сондай ажырасулар болды. Енді біздің қазақта ондай болмаған ғой. Баяғыда мысалы ажырасса, бір әулеттен біреу, жаңағы бір рудан біреу ажырасса, сол үшін жаңағы ата бабалары нау масқара сүйекке таңба болды деп жаңағы бітістіріп, жанжал шығармай оларды қосатын. Қазір бәрі ет үйреніп кеткен, баратта ажырасалады, үйленеді, ертең ажырасалады. Балалар қазір мәңгүрт, өз тілін білмейді. Қазір балалардың бәрін үш тұрғылы тіл деп, кішкентай кезден ағылшынға бейімдеп жатыр. Сол ма біздің рухани жаңғыруымыз? Рухани жаңғыру ол өзіміздің салт дәстүрімізден басталады. Салт дәстүрімізсіз біз ешқашанда алға жылжымаймыз. Соны түсінетін уақыт болды. Біздің мысалы қазақтың сәукелесі басқа ұлт өкілдері көрсе кәдімгідей тамсанады. Сіздердің киімдеріңіз қандай тамаша, неге сіздер кимейсіздер дейді. Олар қайдан білсін, біздің жаңағы үкімет басындағылар осы біздің салт дәстүрімізге қарсы екен. Қазір біреуіміз киініп барсақ, мысалы, жоқ, сен біздің жаңағы ережемізге сәйкес емессің деп киімін шешіндіріп тастайды. Содан қайдан рухани жаңғырамыз? Балаларды қарасаң обал енді. Ешқандай тәрбие жоқ. Тілдер шықпай жатыр. Кішкентай балалар кейбіреулер жаңағы тіл шықпай мылқау болып жатыр. Соның бәрі біз өзіміздің тілімізді жоғалтқаннан, өзіміздің салт дәстүрінен ажырағаннан, ата баба аруағынан ажыраған. Өлі разы болмай тірі байымайды дейді. Сол біз өліміз разы болу үшін біз солардың ізімен жүруіміз керек. Сонда ғана біз адаспаймыз. Сондықтан енді қанша жаңағы ел билікке айтарым, бізге жол ашыңыздар, анау заңды жойыңыздар, Тоқберген ағаны қудалауды тоқтатыңыздар. Дұрыс айтасың. Мен де қосыламын. Енді былай қарасаңыздар, бәрімізді енді Алла деп жүрміз ғой. Дін мен салт дәстүр ұштасып тұр ғой. Былайда қарасаң, бәрі дін, өмір дін. Сонда олар бізді сол өмір сүрме халықты жойып, сонда қандай да бір басқа жаңаша бір не әкелеміз дей ме? Осыған мен де түсінбеймін. Енді айтарларыңыз көп болсын. Кейін тағы жалғастырамыз.